Сәлем достар, сіздермен Анна Етеурарна. Біз бүгін өмір сүрудің екінші частын жалғастырамыз. Общем, мен бағана выживаниеда құлап қалып едім. Сразу резко өле бастадым уже. Менде бір шелек те жоқ. Шелекпен құлайын десем. Тыныш сере. Общем, менде шелек те жоқ, түкте де жоқ. Общем, әйтеу секіре салдым бұлш еткізіп. Одан кейін өліп қалдым и қайтынан осы жерге қайтып келдім. Өліп қалған жерден қайтып келдім де, және де екінші часты басталды, достар. Лайктарыңызды басып, комментарийге кетіңіздер, достар. Мен темір таптым мына жерден. іздеп отырып темір таптым, бірақ менде киркамда тоже темір. Мен темір киркамен бәрін бір шамасын қазып аламын да, и және де жаңадан кирка жасауға тура келеді. Так, біз кожаный киімдер жасауға болады. Осы маған 15-20 сиыр қасу керек. Ну, енді сиырдың арқаларын қасып тастау керек. Так, сиырдың арқаларын қасып тастауға тура келеді. Ну, енді мен... О, темір! Бірақ темірден басқа боқ таппадым. Темірден басқа түк таппадым бар ғой. Лазурит тауып алдым. Және де мен сол лазуритті темірмен қаза бастадым, аямай. Және де қысқасын айтқанда темірдің көбісін қазып алдым, лазуриттің бәрін қазып алдым. И мен инвентарым лазуритке толды өзі. Мен стак қылдырған жоқпын. Почти стак қылдырған жоқпын. Так, о, міне алдым. 21 лазурит па, сондай лазурит. Так, мұны лақтыра салайын. Өз орнын лақтыра салдым, болды. Болды, лақтыра салдым. Ой, мына жерде темір деген жеткілікті темір бар. Мына жерде темір бар. Өте қатты жеткілікті. Ана бір мейті бар. Мейт. О, алтын таптым. Мейт. Қаз бізге мейтвей киімдер керек. Менде мейт бар ма, әлде жоқ па? Бар екен. 22 мейт. Алтын бар екен. Алтын ол редкий нәрсе емес. Және де оны алтынды спокойно табуға болады, достар. О, мейт. Қаз бізге мейттен жасалған киімдер керек. И және де сол киімдерді мен аямай кие бастаймын, сол киімдерді. Аямай деп айтпаймын, бірақ кие бастаймын. Мен мейтті қатты киіп тастаймын. Очень бақыртып айғайлатам мейттің бәрін. Қысқасын айтқанда мен осы мейттің бәрін қазып алайын толығымен. Мейт қазып болғаннан кейін мен уже мейтті давать етіп аламын. И потом қысқасын айтқанда жителдің арқасын адуши қасып тастау керек. Так, мына жерге қалай түсем десе енді. Так, мынаны қазып көр. Так, тас. Қызыл тас па бірдеңке ғыну. Білем ғой бұны. Бұны ала сал, бұл бесполезно болса да, полезно болса да ала сал. Очень керекті заттың бәрін қазып алдым өз. Так, енді менде хп аз ғана қалды. Алмаз табам ба дедім. Алмаз таппадым. Үшінші күні мен уже шахтаға толығымен кіріп кеттім. И және де мен 4-ші күнге жақындап қалдым. Қазір мен 30 минуттың ішінде табатын шығарым бәрін.
30 минуттың ішінде. Тек менде пока что 5 минут қана. 5 минут 3 секунд. Тек мен 5-ақ минуттың ішінде бәрін таптым. Қысқасын айтқанда маған 30 минуттың ішінде бәрін тауып үлгеру керек. Мен пока что қызыл тастан басқа түк таппадым почти. Тек тапқаным сол қызыл тас, әне көз алдымда жатыр қызыл тас. Алмаз қайда жоғалып кетті. Өп-үлкен шахтаға кіріп алдым да ары бері жүрмін. Ары бері. Қайда барарымды білмей қалдым өзі. Шахта деген қап қараңғы. Үйші қысқасын айтқанда шахта деген өп-үлкен шахта. Алтын деген қатты жеткілікті жерге. Тек алтынның бәрін жинап алдым. Менде стакта болған жоқ, бірақ алтындарды жинап алдым. Тек мынаған түсіп жатырмын біз. Міне алтын тасты алсаң. Қып-қызыл тасты. Тек болды, алтынды жинадым. Менде 13 алтын бар. 1 грамм тас тап, 1 грамм неме таппадым. Атығады. Алмаз таппадым үшін. Ешқандай алмаз таппадым. Жүрген жүрсім мынау болды. Тек енді судың тестовасын өтуге тура келеді бізге. Ой-ой. Енді 5 сағат жүрген орны тек. Мен енді киркамен қазуға болатын шығар енді мына жерді. Мына құрып кеткендерді енді қайта қазуға мешет жасап отырмаған. Қазғым келмеген жерді қазу керек. Тек мына шахтада түк жоқ почти. Осы заттан басқа түк таппадым бар ғой. Шыны керек. Мына лаваның өзіне кіріп шығам. Одим. Бірақ лава мені қазір өлтіріп тастамаса көрім. Жоқ, ол лава өлтіремей қойды. Өйткені оның күші жетпейді олмаған. Қалай күші жетпейді? Лава ыстық қой. Ыстық нәрсеге айтамайсың ғой, күшін жетпейді деп. Күшін жетеді, күшін жетпейді деп айтамайсың ғой. И потом барып мен екінші ретіне бара бастадым. Енді мынаның көкесін көріңдер. Мынаны қараңдар, қаншама лавалар. Одан қалмаса алтын да жеткілікті мына жерде. Мен уже бәленбай алтын жинап тастадым уже. Бақандай 18 лава. Лава деппін ғой, алтын. Бақандай 18 алтын жинап тастадым. Алмаздар! Қалай күшті қуанғаным ай алмаздар десе. Бір емес 2 алмаз таптым. Мына жерлерде алмаз деген өте қатты жеткілікті емес, бірақ все равно алмазды іздестіріп келдім. Енді маған бұл алмазды алуға тура келеді.
маған алуға қатты тура келеді. Так, мен енді алмазды қалай алсам болады? Сол басыма сыймай жатыр қазір. Так, мына алмазды аламын. Ой, екі-ақ алмаз. Менде екі-ақ алмаз. Достар, естеріңізде болсын, алмаз деген өте редкий зат ол, өйткені ол баяғыдан редкий ғой олар. Оны табу әрине оңайға соқпайды, қиынға соғады керісінше. Максимум жоқ дегенде біраз алмаз табасың максимум. Максимум қанша екенін айта алмаймын, бірақ табасың әйтеуір. Так, мен екі алмаздан басқа түк алмаз таппадым. Ну, в общем, менде екі-ақ алмаз табылды. Достар, естеріңізде болсын, алмаз деген өте редкий заттардың бірі болады. Өте редкий. Ну, в общем, бізде 32-ақ факел. Енді менде неге соншалықты факел азайып кетті? Мен бәлкім көмірді дұрыс іздемеген шығармын. Ал темірді енді міне. Темірді қиналмай таба салуға болады. Мен біршама көп темір іздеп тауып алдым. Максимум 28 темір менде. Негізі мен максимум 3-4 стак темір тауып алушы едім. Бірақ мен темірді олай таппадым. Мен негізі менің іздеп жүргенім қатты, ол алмазды ғана мен қатты іздеп жүрмін. Ал темірді оңаша іздей қойған жоқпын. Так. Бізге бәлкім бір рет өліп қалуға болатын шығар. Сол кезде мен в общем, достар, маған өліп қалу керек. Бәлкім мен өлдім, мен болды. Так, енді тірілдім осы жерде. Так, пеште. Ой, неге басылмай қалды, міне басымда. Тапқан затым осы, міне. Пока что енді давай темірге кеттік. Темір давай өтерек пока. И потом жүзгінімізді темірмен өткізе саламыз ғой деймін. Өйткені темірмен өткізе салған өте қатты жеңіл. Ал алмазбен өткізе салған жеңіл емес. Ол орыстар ол оп-оңай таба салады. Ол өйткені видеоны просто қысқартып түсіре салады ғой. Ал біз олай түсірмейміз. Біз олай түсіру үшін бізге, в общем, біз үйтіп түсірмейміз дегендей. Мен орыс емеспін, чтобы мен орыстар сияқты настолько солай видео түсіретіндей. Мен, в общем, қазақпын болды. Қазақтан байланысты емес. Ну, енді кейбір адамдар сөйте салады олар. Қазақ болсын, орыс, Қытай болсын, олар просто неме резко сөйте салады, болды. Потом бітеді, сонымен олардың видеосы тез. Мен темірден басқа почти түк таппадым. Енді 100 күндік өміріміз енді темірмен өтсін енді.
Ошим темірмен өткіземін толығымен. Ох, Акин кеттен өліп. Өліп қалдым мен, елке. Жарайды, шақты табамын ғой, шақты. Шақты құрып қойған жоқ бізде, достар. Айбетпеңіздер, шақты құрып қойған жоқ. Шақты деген жеткілікті бізде, шақты жеткілікті. Менің скинім көрініп тұр ғой сіздерге. Конечно, мен скинім көрініп тұр. Бірақ Ерасыл деген бауырыма көрінбей тұр. Тыныш. В общем, мен скинім көрініп тұр. Так, ой, емей. Қазір. Қазір кеттік, мен шығайын. Шақ тезірік. Так, енді мен темірден басқа түк таппадым бар ғой, почти. Темірді я таптым. Уже стак болады, скоро уже. Жақында стакқа айналады темір. 12 факел бар. Жерде темір бар менде. Болды, басқа түктен емес. Тыныш. Қазір ошым, қазір видео түсеміз. Қазір енді мен сындырайын. Тыныш, сені тиіспеші. Мен видео тұрмайшы райна. Қазір мен баланы сындыра бастайым. Көмір, темір сындырып алайын. Зері ол оқпайды ғой ол. В общем, видео тұрмайын райна. Так, қазір. Так, міне. Қазір мен уже 8 темір таптым. Ой, 8 темір таптым ғой. Ой, 8 көмір таптым, то есть. Так, 8 көмір таптым уже. Міне менде 43 факел. Және де маған көмірді 2 есе көп қылдыру керек. Так, міне 46 в общем. Так, менде 2 ақ көмір. Және де достар, мен қазір 52 факел. Мен қай тығырыққа кіріп кеттім өзі. О, міне нормально тығырық. О, пашкин достар, мен деген железаны 2 есе көп таптым. Міне. Мына жерде железо деген өте қатты жеткілікті, конечно. Железо ол енді редкий зат емес қой ол. Темір деген редкий затқа ұқсамайды ол. Ол күніне көшке дейін осы шахтада жата береді. Бір стак қыдырып тастасаң да ол осы жерде жатады әйтеуір. Редкий емес заттар көп мұнда. Ал редкий заттар аз. Алмазды стак қылдыру үшін қаншама алмаз керек екен білмеймін. Бірақ менде 2 стак, ой, 1 стак неме мейт. Және де біраз железо. Так, мейттің бәрін қазып алдым уже. Стак мейт. Мен саған мұнда мейт деген қатты жеткілікті ғой, омайы. Так, менде мейт өте көп, менде вот именно.
Так, мен мейітті көп қаза берейін. Қаза бер мейітті. Мейіт деген өте көп жеткілікті ғой. Мұнда бітпейтін мейіт қой мынандай, Ой, почти әрем бітірдім. Міне мейіт бітті уже. Так, қанша стак бұл күтті? 3 стак мейіт. 35 штук мейіт. В общем, стактан шу, ал бірі 35 мейіт. В общем, мен мейіттен 3 стак бірақ қазып алдым. Ой, бай, мына жерде мейіт деген сұмдық жетеді ғой мына жерде. Көрдің ба, достар? Мен соншалықты көп мейіт таптым. Олар неге көп? Ема уже 4 стак мейіт. Жине бермейді. Мейіт ол по-любому керекті нәрсе ғой. В общем, 5 стак мейіт жетеді маған, 5 стак мейіт. Так. Вот. Железо да почти стак болды уже. Так, маған керекті заттарды алу керек, керексіз заттарды. В общем, мейіттен басқа түкті таппадым почти. Не, стак мейіт. Және де 1 штук мейіт. Так, қалай шығам мына жерге? Қалай шығу үшін кәдімгі шығам? Топырақтың бәрін қазып шығам. Так, ё-моё, не деген шақтан өзі. Бір шетін орналасқан шақты ма, немене бәле болып кетті өзі. Давай мейтовый кирка жасайық. Маған жалко емес мейт. В общем, көмірден көп алайық. Так. Лазурит бәрібір керек. Лазуритті стак бұл кет алады тез. Оны бір, как будто бір творческийден алған сияқты. Көрінбай уже 50 лазурит. Толығымен стак почти. Негізі стак лазурит керек жоқ. В общем, өз-өзінде өлтіріп тастауым керек. Қазір мен отын өлтіріп тастадым. Ё-моё, менде уже 4-ші күні ма неме? Достар, менде 4-ші күні. Бұл выживанияны до конца жалғастырамын. Так, мен енді ағаш көп жерге барайын да, мен үй жасап бастай берейін. Так, болды, осымен пока жетеді. Мейтім бар, темірім бәрі бар. Пока что бізге жеткілікті бәрі. Ағаш көп жерге барайық, кішкене ағаш көптеп жерге. Сол жерге барып үйімізді жасап бастай берейік.
Так, қай жерге барса, не ағаш жеткілікті жерге барайық. Ағаш жеткілікті. Ну, в общем, осы арадан бастап құрастыра береміз. В общем, арадан бастап не осы қой тұрғаннан бастап қазір ақырын-ақырындап құрастыра беремін. Так, 44 ағаштан бастаймын. Так, 44-тен бастаймын. Так, ой, қазір мен бастаймын. Так, міне басталды. Қазір мен аламды. Ой, не істеп кеттім, я-майя. Менде как раз жителдердің есіктері бар. Мен сол есіктерін аламда. В общем, 3 час түсіремін. 3-ші часын үйді толығымен жасап, почти болғанда түсіремін. Ну, түсіре беремін, в общем, час. Осы неме, ну, бөлім бұл. Мен уже жартылай болсын үй жасап бастадым уже. Так, енді толығымен маған үйді құрастыру керек. Так, менде меттері бар. Так, қазір мет. Тыныш. Ну, в общем, қазір. Так, бастай берейік видеоны. Так, қазір жалғастырайық. Менде 27 минут. Ну, енді мен қазір тоқтатыр. Давай кеттік. Вот, міне енді мені толығымен жасау болды. Ой, толығымен деппін ғой. Бізге терезесін бәрін жасап ұстау керек үйдің. Так, мен үйдің өзім полностью жасап қалдым. Так, бұлай, осылай. Майнкрафтты әлі аяқтамаймын. Мен әлі видеоны до конца түсіріп тастаймын. 30 минутқа дейін үйдің жартысын жасап бітемін. Так, мына жерге тағы да терезелі жер. Мама, қазір терезелі жер, одан кейін жерде тағы да терезе и потом, достар. Қазір сау болыңыздар, достар, сіздермен мен Анна етіп бір арна.